Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Таңдаулы 100 кітап сауалнамасы аясында сіздерді ел жадында сақталған рух пен сананы тербейтін көркем шығармалармен таныстырмақпыз. Бұл жоба бізге ұлт болмысын танытып, сананы сәулелендіретін рухани қазыналарымызға тағы бір мәрте көз тігіп, жүрек сүзгісінен өткізуге жол ашатын байыпты бастама болмақ. Жоба арқылы біз ұлттық сөз өнерін тануға, көркем ойдың тереңіне бойлауға мүмкіндік аламыз. Бүгін біз сіздерге таныстырғалы отырған таңдаулы 100 кітап сауалнамасы тізіміне енген қазақ әдебиетінің шоқтығы биік туындысы Шәкәрім Құдайбердіұлының адам тағдыры мен махаббат драмасын арқау еткен Еңлік кебек поэмасы. Шәкәрім Құдайбердіұлының жазған Еңлік кебек поэмасы қос ғашықтың махаббат үшін күресін баяндайтын мәңгілік мұңды шығарма. Екі рудың тартысы, қатып қалған ескі салт, тас жүрек қоғам адал сезімдерге қарсы тұра алмады. Еңлік ер мінезді намыстару, кебек сертіне берік шын ғашық жігіт. Олар ел үрейінен емес, жүрек үнінен таймаған, бірақ қоғам қатыгез, салт қатып қалған. Ақыры екі жастың өмірі өлімге қиылып, махаббаттары мәңгілік мұраға айналады. Еңлік пен кебек өз жүрек үніне ғана құлақ түрген, сезімін қорықпай қорғаған жандар. Олардың тағдыры сол кездегі қатал салттың, әділетсіз биліктің құрбаны болды. Поэма оқырманды шын сезімнің құнын түсінуге, адалдық пен еркіндікті қадірлеуге шақырады. Бұл жастарға шынайы махаббатты қорғай білу ерлік дегенді үндейді. Сонымен қатар шығарма қоғам мен заң, салт пен сана арасындағы тартысты шебер бейнелей отырып, оқырманды ойлануға, бағалауға, өзгертуге итермелейді. Еңлік кебек ұрпаққа ұран болар, жүрекке ой салар, ұлт рухын көтерер мәңгілік туынды. Бұл туындыдан алған тәрбие тек кітапта емес, әр жүректе жаңғыруы тиіс.